Сәлем достар, бүгін біз круассан жасаймыз. Ол үшін біз ең алдымен аштықымызды жылы суға салып, қантпен араластырып, жақсылап 10 минутқа қойып қоямыз. Жылы жерде тұру керек, аштықымыз бетіне көтерілу керек. Егер бетіне көтерілмесе, онда ол аштықымыз жарамайды. Жақсылап араластырамыз, міне бетін жауып қоямыз. Аштықымыз дайын болғанға дейін ұнға қантты қосамыз, тұзды қосамыз және жақсылап араластырып қоямыз. Енді бөлек ыдысқа жұмыртқа мен жылы сүтімізді араластырамыз. Бұны біз қазір аштығымен араластырып, нан илейтін боламыз. Енді ұнға майды қосып, мына видеодағыдай араластырамыз. Майымыз салқын, холодильникте тұрған жақсы, сонда жақсы араласады. Ұнымызды дайын болды. Енді біздің міне аштығымызда көтерілді жақсы. Осыны жылы сүтімізге қосып, жұмсақ қылып нан илейміз. Неке нанымыз иленіп жатыр. Қолға жабыспайтын қалыпқа келгенге дейін илейміз. Одан кейін бетін пищевая пленкамен немесе бір ыдыспен жауып, холодильникке салқын жерге 2 сағатқа қойып қоямыз. Нанымыз осы жерде көтеріледі, 2 сағат тұрды, мінекей аламыз. Одан кейін осыны домалақтап жаямыз. Мына нанымызды бір 2-ге бөліп жайсаңыз да болады. Мен осы үлкен күйінше жайып, 2-ге бөліп, одан кейін круассанды кесетін боламын. Нанымды міне 4 бұрышты қалыпқа келтіріп алдым. 2-3 мм қалыңдықта. Енді осыны 2-ге бөліп, жартысын тағы да жұқалап жайып жіберемін да, одан кейін круассандарды кесемін. Варенка немесе шоколадымыз духовкаға салған кезде еріп ақпас үшін мына 2 шетін тұйықтап жіберуге болады. Сонда салмаңыз ішінде ақпай жақсы әдемі болып піседі. Круассанды айналдырған кезде жіңішке жағын кішкене жұқалап жіберіп, созып, сосын круассанның асты жағына қарай қойсаңыз, сонда піскен кезде ашылмайды. Салмасын өзіңіздің қалауыңыз бойынша салсаңыз болады. Творог, немесе варенка, шоколад. Жартысына мен варенка салдым, жартысына шоколад салдым. Енді дайын болып жасап болғаннан кейін 180 градуста 30-35 минутқа пісіріп аламыз. Барлығын жасап болдық. Формамызға салып, одан кейін бетіне жұмыртқаның сарысы мен сүтті кішкене араластырып жіберіп жағамыз да духовкамызға саламыз. Духовкамызды алдын ала қыздырып қоямыз.
Міне круассанымыз өте дәмді болып, өте жұмсақ болып пісті. Осы рецепт бойынша дайындап көріңіздер, сіздерге де ұнайды деген сенімдемін. Асымыз дәмді болсын.